Баршаңызға сәлем, бүгін біз блинчики пісіретін боламыз. Екі түрін дайындаймыз. Біреуіне пісірілген фарш пен екіншісіне қаймақ қосылған ірімшік қосамыз. Ыдысымызға 2 жұмыртқаны жарып салып, үстіне 2 ас қасық құмшекер саламыз. Барлығын жақсылап араластырып алып, үстіне жарты шай қасық тұз, жарты шай қасық ас содасын саламыз. Және 1 стакан сүт құямыз. Және сұйық май құямыз. Үстіне ұнымызды саламыз. Ұнды алдын ала елеп алу керек. Барлығын жақсылап араластырамыз. Енді үстіне аз-аздап 1 стакан ыстық суымызды бөліп құямыз. Блинчиктің қамыры орташа сұйықтықта болу керек. Қою болуға да болмайды, қатты сұйық болып кетсе де болмайды. Қызып тұрған табамызды майлап аламыз. Ең біріншісін майласаңыздар болады, одан кейін майламасаңыздар да болады. Табаны өйткені блинчиктің құрамына май қостық. Осылайша барлық блинчиктерімізді пісіріп аламыз. Бұл тағам әрине балаларға да үлкендерге де өте жақсы, сіңімді, жеңіл тағам. Блинчиктеріміз осындай әдемі болып піседі. Енді біз блинчиктің арасына салатын салмасын дайындаймыз. Ол үшін 200 грамм ірімшікке 2 десерттік қасықпен шекер саламыз, және 3 десерттік қасықпен қаймағымызды саламыз. Барлығын жақсылап араластырып, блинчиктеріміздің арасына салып ораймыз. Табаға өте аз мөлшерде май құйып, майдалап туралған пиязымызды қуырып алып, үстіне фаршымызды саламыз. Және тұзымызды, бұрышымызды салып, жақсылап араластырып, фаршымыз дайын болғанға дейін қуырамыз. Оны алдын ала суытыңқырап қойып, дайын болған салмамызды блинчиктің ортасына салып, осылай әдемілеп бүктейміз. Және чечил ірімшігімен байлап қоямыз. Мінекей біздің әдемі әрі дәмді блинчиктеріміз дайын болды. Сіздер де дайындап көріңіздер, кеңес беремін. Ас болсын.